Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге әдемі дауыс туралы айтатын боламын. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, әрбіріміз үшін дауыс ол өте маңызды дүние, өйткені біз күнделікті өмірде коммуникацияға түсеміз. Яғни өзіміздің отбасы мүшелерімізбен болсын, достарымызбен, немесе өзіміздің әріптестерімізбен біз сөйлесу барысында өзіміздің дауысымызды қолданамыз. Және де дауыс ол біздің ақпаратымызды басқаларға жеткізуге көмектеседі. Бірақ осы ретте біздің дауысымыздың әдемі болуы не үшін қажет деп ойлап қалуларыңыз мүмкін. Мысалға, егер де сіздің дауысыңыз жағымды, әдемі әрі анық болса, онда сіздің ақпаратыңызды басқалардың барлығы да тыңдағысы келеді. Тіпті сіз өтірік айтып жатсаңыз да, адамдар сізді тыңдағысы келіп тұрады, өйткені сіздің дауысыңыз өте жағымды. Ал егер де сіздің дауысыңыз өте жағымсыз, анық емес, басқаларға түсініксіз болатын болса, онда сізді ешкім тыңдағысы келмейді. Сіздің тәжірибеңіз көп болғанымен, жалпы дауысыңыз сіздің басқаларға түсініксіз болып тұрса, онда басқалар да сізді тыңдағысы келмей, сізбен сөйлескісі келмей қалуы мүмкін. Сол үшін де сізге өзіңіздің дауысыңызды дамыту қажет болады. Көптеген адамдар негізі бір нәрсе сатқан кезде, өзінің карьерасын жоғарылатқысы келген кезде, көпшілік алдына шығуға дайындалған кезінде негізі өзінің дауысына мән бермейді. Мысалға, сіз біреуге бір нәрсе сатқан кезде, менің дауысымның қандай ерекшелігі бар, менің дауысымның оған қатысы қанша, ең бастысы менің тауарым жақсы өте болды емес пе дейді. Бірақтан да сіздер қателесесіздер. Егер де сіздің дауысыңыз өте әдемі, жағымды болса, онда сіздің тауарыңыз да жақсы өтеді. Ал егер де сіздің дауысыңыз өте баяу, немесе өте қатты болса да, сіз адамдарды жалықтырып аласыз да, еш нәрсе сата алмай қалуыңыз мүмкін. Сол үшін де сізге әрдайым өзіңіздің дауысыңызды жақсартуға тырысу қажет. Және де достар, егер де сіздің дауысыңыз әдемі болмаса, сіз ешқандай да қайғы-мұңға түспеңіз. Мысалға, біз айтамыз, біздің дауысымыз әдемі емес, менің дауысым өте нашар, менің дауысым мүлдем өзіме ұнамайды деп. Әлемде ешқандай жаман дауыс, нашар дауыс деген болмайды. Яғни сіздер жай ғана өздеріңіздің дауыстарыңыздың күшін әлі ашқан жоқсыздар. Егер де сіздер өздеріңіздің дауысыңызды ашатын болсаңыз, онда сіздің дауысыңыз да өте жағымды әрі анық, әдемі болады. Жалпы негізінен журналистер, тілшілер, жалпы көптеген адамдар, ораторлар болсын, олар өздерінің дауыстарын аша білген, онымен жұмыс жасаған. Содан кейін ғана олардың дауыстары әдемі бола түсті. Егер де сіздер де өздеріңіздің дауыстарыңызбен жұмыс жасайтын болсаңыздар, онда сіздердің дауыстарыңыз да өте әдемі болады. Бүгін біз сіздермен өздеріңіздің дауыстарыңызды әдемі етуге арналған жаттығуларды жасайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Бірінші бізде жаттығу ол ерінге арналған жаттығу. Білесіздер, бұл жаттығуда сіздер ерінді бос ұстап, барынша ашып, жиыратын боласыздар. Бұл жаттығуды сіздер 10 рет жасайсыздар. Олай болса, менімен бірге жасап көріңіздер. Бұл жерде тек қана ерін емес, біздің жағымызда қимылдайтын болады. Ерінді барынша ашып, қайтадан жиыратын боласыздар. Мінеки достар, сіздердің де жақтарыңыз ауырып кетті ме? Бұл негізі қалыпты жағдай. Әрине сіздердің жақтарыңызды біраз уақыттан бері
қимыл қозғалысқа былай келтірмегендіктен сіздердің де жақтарыңыз ауырады. Келесі жаттығу бізде үйрек деп аталады. Еріндеріңізді барынша алға қарай созасыздар, жиырып. Достар, келесі жаттығу бізде үйрек деп аталады. Бұл жаттығуда сіздер еріндеріңізді барынша алдыға қарай созасыздар, және де үйрек секілді жиырып еріндеріңізді. Одан кейін оңға, солға қарай қимылдатасыздар, немесе жоғары төмен жасасаңыздар да болады. Жалпы бұл жаттығуды өздеріңіз түрлендіріп жасай бересіздер. Достар, сіздердің де еріндеріңіз, жақтарыңыз ауырып кетсе, онда біз ернімізді кішкене босаңсытып аламыз. Оны сіздер білесіздер, бірге жасайық. Достар, осылай ернімізді біз босаңсытып аламыз. Келесі жаттығуда біз жағымызды төмен түсіреміз, екі саусағымызды осы жақта ұстай тұрамыз. Олай болса, бірге жасап көрейік. Достар, осылай а дыбысын айту арқылы сіздер жақтарыңызды барынша түсіресіздер. Және де а дыбыстан құралған мама, папа, тағы да басқа осындай сөздерді айтсаңыздар болады. Сол арқылы жақтарыңызды осылай төмен түсіріп, екі саусақтарыңызбен ұстап тұрасыздар. Және де бұл жаттығуды да сіздер 10 рет жасасаңыздар болады. Осымен бүгінгі видео аяқталды. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.